Arafat, бүгін біз осы Arafat каналымыздағы ең бірінші тәжірибені жасайтын боламыз. Бұл тәжірибеде бізге бір нәрсе керек. Бұл телефон. Екінші нәрсе бұл ауа. Әрине ауа бізде шексіз, сондықтан да біз бұл видеода өзіміздің ауасыз қанша уақыт шыдай алатынымызды сынайтын боламыз. Видеоны сіздер де егер осы тәжірибені жүргізсеңіздер, өтінемін комментарийлерде жазып кетіңіздер. Біз оларды оқитын боламыз. Достар, егер сіздер сау адам болсаңыздар, 20-30 секунд шыдайды екенсіздер. Ал спортсмен дейді ғой, солар 60-90 секунд шыдайды екен. Қызықты ақпарат. Сонымен бізде секунд өлшеу жоқ. Бірақ сотка бар. Бұдан не істейтін боламыз? Секундомер дейді ғой. Соны ашатын боламыз. Достар, міне ал бірақ бірінші ол тәжірибенің барысында сіздер бір-екі рет терең тыныс алып сыртқа шығаруларыңыз керек. Бірақ өздеріңіз білесіздер, достар, қалай істесеңіздер де. Бірақ мен солай істеп көрейін. Ал енді мен үш рет істедім. Ал көрейік ал. Жиырма секунд. Енді біз дейін сау адам екенбіз. Тағы да бір рет көрейік. Қалай еттік? Достар, бұл егер сіздер осы тәжірибе видеоларына лайк басып каналға жазылсаңыздар, біз тәжірибе жасауымыз мүмкін. Енді бізде 34 подписчик болды. 40 подписчикке жеткізсек, достар, солай ойлаймын. Олар сіздерге байланысты. Ал шыдап 22 секунд. Сәл 23-ке жақындап қалып еді. Тағы да бір байқап көрейік сіздер үшін, достар. Біз былай шештік. 4 күн сайын видео түсірмейміз. Былай шештік. Сейсенбі бүгін видео түсіреміз. Бейсенбі бүгін тәжірибе жасаймыз. Егер бізге сай болса да.
жексенбі күні ауылдық өмірдің видеоларын түсіретін боламыз. Өткенде өздеріңіз білетіндей мерекелік видеода біз түсірген болғанбыз, ауылдық өмір немесе мерекелік видео. Егер ол видеоларды көрмесеңіздер, астыңғы видеоларды қараңыздар, сіздер табасыздар. Ал енді 1, 2, 3 бастаймыз. Отыз секунд достар. 30 секунд. Біздің ең мықты рекордымыз 30 секунд болды. 30 секунд шыдадық. Бұны жақсы. Сіздердің ойларыңызша бұл қандай? Бірақ мен үшін бұл нормальный нәрсе. Достар, сонымен біздің рекордымыз 30 секундқа дейін жетті. Бұл жақсы көрсеткіш деп ойлаймын. Сіздердің ойларыңызша бұл жақсы көрсеткіш па? Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылыңыздар. Сау болыңыздар.